саламатсыздар ма? Жиынға қатысушылар, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Қатысушы ретінде қатысушылар арасынан Нұрланқызы Ақерке сайласақ, қарсылықтарыңыз жоқ шығар. Бірауыздан сайланды. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Тапсырыс беруші Мырзанұр жауапкершілігі шектеулі серіктестік, жобалаушы Экогвард жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері қатысуда. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентін тоқтала кетсек, баяндама жасаушы 10-15 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 5 минут беріледі. Жөніңізді атаңыз, мына жақта бізде онлайн қосылған мемлекеттік органдардың өкілдері бар. Экология департаменті, табиғатты қорғау басқармасы, облыстық, сосын экологиялық осы жобаны жасаған жобалық компанияның өкілдері отыр, онлайн қатысып отыр. Естеріңізге сала кетейін, енді жаңағы қоғамдық тыңдауды өткізу ережелеріне сәйкес видео таспаға жүргізіледі. Оған қарсылықтарыңыз жоқ деп сенеміз. Рахмет. Мен ба өзім таныстырайын? Аха, өзіңіз аты жөніңізді атап өтсеңіз. Есарық ауылдық округтың әкімі Сәрсенбаев Дәулет Абайұлы. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Жалпы берекелі Бесарыққа келгенімізге өте қуаныштымыз. Жаңа ақпараттарды қарап отырсам, 2023 жылы үлгілі елді мекен деген атақ алған екен. Кіргеннен бастап жаңағы ауылға өте тазалық сыпырып, тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де осы ауылдың азаматтарының қолдауымен мәдениет үйлеріміз ремонттан өткен екен. Осындай ауылдың территориясында жалпы қоғамдық тыңдау өткізіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңағы ауылына қарап азаматын тани дейді ғой. Осындай ірі ауылдың ақсақалдары жиналып, тыныш қалмай осындай қоғамдық тыңдауға қатысып, үн қосуға бағытталған ниеттеріңізге рахмет деймін. Мен есімім Маржан. Жалпы осы Мырзанұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кірпіш зауытына арналған жобалық құжаттарды дайындаған мекеменің өкілі боламын. Енді ең бірінші жалпы кірпіш қалай дайындалады және мекеме туралы қысқаша ақпарат беремін. Сосын 4 құжаты бар, осы мекеменің соны қысқаша тоқталып өтетін боламын. Келесі слайд. Жалпы енді экологиялық кодекске сәйкес өткізіп жатырмыз осы жиынды. Және де келесі слайд. Келесі слайд. Терезені жауып қойса қарай болады. Жалпы енді Мырзанұр мекемесі 2020 жылдан бастап жұмыс жасайды. Енді осы былтырғы жылдың аяғында жаңа аға айтып өтті, Ардақ жеке кәсіпкерінен осы кірпіш заводы Мырзанұр компаниясына өтті. Біз соған сәйкес енді экологиялық құжатты қайтадан рәсімдеп жатырмыз, соның шеңберінде өткізіп жатқан қоғамдық тыңдау. Жалпы енді кірпіш заводы жылына 16 миллионға дейін күйдірілген кірпіш шығара алады. Қысқаша айтқанда, жалпы жоба кірпіш шығару технологиясы қысқаша бұлай жүзеге асырылады. Келесі слайд. Ең бірінші жалпы сазды алып келеді, ол тығыздалған құмның бөліктері, соны ұнтақтайды, ұнтақтап сумен араластырады. Енді саздың арасында әртүрлі қосымша бөлшектер болады, шөптің қалдықтары, кішкене таяқтар деген сияқты. Соларды алып тастау үшін тордан өткізеді. Тордан өткізгенде ол таза сазға айналады. Сөйтіп, оны сумен араластырады. Одан кейін кірпішті енді біз қалыптастыруымыз керек қой. Қалыптастыру үшін оны екінші рет тағы да вакуумдық сығымдағышқа салып сазды араластырады. Екінші рет оны сумен араластырып, оның артық суларын алып тастайды. Одан кейін тығыздайды, яғни вакуумдық сығымдағышқа салып, сазды үстінен салмақпен басқан кезде ол тығыздалады. Сосын оны конвейер арқылы тасымалдап, автоматты түрде кесетін аппаратқа салады. Сол кезде ол шикі кірпіштің формасына айналады, сөйтіп кесіп,
оны алғашқы шыққан өнімді айтады, шикі кірпіш деп айтады. Оны күйдірілмеген күйінде аулаға апарып шығарып, кәдімгі 4 бұрышты күйінде кептіреді. Кептіру жалпы 10-12 күн уақыт алады, ауа райының қолайлы жағдайларына байланысты. Осы 10-12 күннен кейін шикі кірпішті алып, Гофман пеші дейді, сақиналы пештер дейді, сондай 4 пеш бар, соған апарып салып, күйдіріп, салқындатып, дайын өнімді алатын болады. Яғни жалпы технологиясы өте қарапайым, осындай кезең-кезеңнен тұрады. Келесі слайд. Енді осы кірпіш шығару барысында қоршаған ортаға шығатын заттар болады. Енді оның барлығы бір үлкен-үлкен тас немесе үлкен-үлкен түтін болып шықпайды. Ол жай ғана майда бөлшектер ретінде шығарылады. Және соны физика, химияның заңдарымен есептеледі. Мысалы, мына шаң, осы завод өндірісінен шаң мынанша тонна түсіледі, немесе күкірт оксиді мынанша тонна деген сияқты, оны арнайы мамандар программаға салып есептеп береді. Енді осы программаға салынған зиянды заттар мөлшері жалпы жылына 233 тонна болып есептеледі. Жалпы 10 түрлі зиянды зат шығады. Енді кірпіш зауыты қайда орналасқан десеңіздер, бұл сіздердің ауылдарыңыздан 735 метр қашықтықта, яғни 1 километрге дейін қашықтықта орналасқан. Терезек кентінен оңтүстік шығысқа қарай 51 километр. Жалпы енді зауыттың территориясында әртүрлі учаскелер бар, көмір сақтайтын, күл сақтайтын, шикі кірпішті орналастыратын жері бар, сосын Гофман пештері бар, сондай-ақ қызметкерлердің отыратын вагондары бар, сосын ақаулы өнімдерді, қалдықтарды сақтайтын зоналарға бөлінген. Жалпы енді ол жақта электр энергиясы бар, жылумен қамтамасыз ету тұрмыстық пештер арқылы жүзеге асырылады. Жалпы енді осы уақытқа дейін мекеме жылына 16 миллион кірпіш шығарамыз деп жоспарлаған, бірақ белгілі бір себептерге байланысты өнім одан аз 3-4 миллион көлемінде болып келген. Жалпы енді 10 түрлі, мына жерде картада көрсетіп қойғанбыз. Мына сіздердің ауылдарыңыздың территориясы, мына жерде Бесарық ауылы, кірпіш заводы мына жерде орналасқан. 735 метр. Енді біздерде санитарлық ережелер бар, соған сәйкес зауыт 500 метр қашықтықта орналасу керек, яғни санитарлық зонасы 500 метр болу керек деген. Ал сіздердің ауылдарыңыз 735 метр қашықтықта орналасқандықтан жергілікті тұрғындарға зиянды әсері болмайды. Келесі слайд. Жаңа айтып өткендей, 10 түрлі зиянды заттар шығады қоршаған ортаға. Оның 11-і ұйымдастырылған көздерден, 13-і ұйымдастырылмаған көздерден шығады. Мына жерде сол зиянды заттардың тізімі келтірілген, 10 түрлі заттар. Оның ішінде енді көбірек шығатыны ол кәдімгі шаң. Себебі сазды араластырғанда аздап шаң бөлінеді, әртүрлі этаптарында шаң бөлініп отыратын болады. Келесі слайд. Мына жерде енді бұған көп тоқталмай қояйын, әртүрлі пештен, үрлеу шамдарынан шығатын зиянды заттардың тізімі келтірілген. Келесі слайд. Мынау енді ұйымдастырылмаған көздерден шығатын, яғни әртүрлі қоймалардан шығатын заттардың көздері көрсетілген. Келесі слайд. Енді жалпы заң бойынша әрбір мекеме зиянды заттардың көлемін төмендетуге тырысу керек. Сол себепті сол талаптарды орындау мақсатында жалпы күл жинағыштар орналасқан, яғни ол шаңды ұстап қалатын фильтрлер. Сондай фильтрлердің 4-еуі орналастырған, олар жалпы шығатын шаңдардың 80%-на дейін ұстап қалады. Сондай-ақ тегіш құмды салатын жерлерде шаңды басу іс-шаралары жасалады, ол шаңның шығуын 60%-ға дейін төмендетеді. Жаңа айтып өттім, зауыттың санитарлық қорғау аймағы кем дегенде 500 метр. Әрі қарай. Келесі. Енді мынау қоршаған ортаға зияны бар өндіріспен айналысатын мекемелер
ол жерде экологиялық бақылау бағдарламасын жүзеге асыру керек. Ол дегеніміз жаңағы әрбір зиянды зат шығатын жерлерде соған бағытталған өлшеу жұмыстары, мысалға шаң шығаратын болса, ол шаң мынанша деңгейден аспау керек дейді. Сол үшін олар барып кейбір көздерде лабораториямен, яғни аккредитациядан өткен лабораторияны әкеп, сол жерге кеп аппараттың көмегімен өлшейді. Ал кейбір көздерге есептік тәсілмен зиянды заттардың көлемін өлшейді. Енді ол бағытта жалпы эмиссиялар мониторинг дейміз, яғни үнемі бақылап, белгілі бір шектен асып кетпеуін қамтамасыз ету керек. Енді осы экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде мекеме өз ішінде тексерістер жүргізеді. Яғни 90-на бір рет әр көздегі зиянды заттардың нормативті шектен аспауын қадағалайды. Сондай-ақ экологиялық мониторинг бағдарламасы жаңағы айтқан есептік немесе ақпарат құралдар арқылы өлшеу жұмыстарын жүргізу керек. Және де ықтимал төтенше жағдайларда болып жатқан жағдайда олардың алдын алу мақсатында өзінің бағдарламасы болады. Сол бағдарлама шеңберінде төтенше жағдай болып қалған кезде сол бағдарламаға сәйкес іс-әрекет жұмыстарын жасайды. Келесі слайд. Енді мына жерде қарап отырсақ, мына жерде ұйымдастырылған көздер, яғни пеште, тұрмыстық пеште, үрлеу шамдарында, резервуарда 90-на бір рет аккредитациялаған лабораторияны әкелу арқылы тексереді. Яғни сол арқылы зиянды заттар белгіленген шектеуден аспағанына көз жеткізеді. Ол жаңағы өлшеудің нәтижесі хаттамаға толтырып мемлекеттік мекемелерге есеп ретінде 90-на бір рет тапсырылып отыратын болады. Мына көздерде енді есептік жолмен мониторинг жасалады. Яғни біз тұтынған шикізаттың көлемі арқылы, есептеу арқылы біздер қанша зиянды зат шыққанын есептеп, соны нормативті шекпен тексеретін боламыз. Бұл да экология департаментіне есеп ретінде 90 сайын тапсырылып отыратын болады. Келесі слайд. Жалпы мына жерде әсер ету мониторингі 90-на бір рет ол санитарлық қорғау аймағы дейді. Жаңағы зауыттың аймағындағы 500 метр айнала қоршалып жатқан аумақта 4 бағытта солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс деңгейінде ауадағы зиянды заттардың көлемін тексереді. Ол да аккредитацияланған лабораториялардың көмегімен жүзеге асырылады. Келесі. Енді қалдықтарды басқару бағдарламасына келетін болсақ, енді кез келген өндірісте түрлі отход дейміз ғой, қалдықтар, өндірістік қалдықтар түсінетін болады. Жалпы кірпіш зауытының жұмысы барысында екі түрлі қалдық түсінетін болады. Біріншісі ол қатты тұрмыстық қалдықтар, яғни күнделікті жұмыс барысында түсілетін зиянсыз қалдықтар. Және де пеш жұмыс істегеннен кейін одан күл түсіледі. Сол күл жылына ол 646 тонна шеңберінде, ал қатты тұрмыстық қалдықтар 0,65 тонна көлемінде жүзеге асырылатын болады. Енді осы қалдықтарды басқару бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылады? Яғни бұл қалдықтардың барлығы келісімшарт арқылы басқа мекемелерге сол қалдықтарды зиянсыз әрі қарайда переработка жасайтын мекемелерге беріледі. Сол мекемелермен ең бірінші келісімшарт жасалады. Және оларды сұрыптау керек болады. Яғни мысалға зиянды қалдықтар зиянсыз қалдықтармен араластырмау керек. Оны тиісті контейнерлерге салу керек. Соның барлығы жүзеге асырылады. Және де қоқыс жинайтын орындарды таза қалпында ұстау керек. Сондай-ақ сол орындарды талапқа сай жабдықтау керек. Және де сол жерде жұмыс істейтін қызметкерлерді оқыту керек. Яғни сіздер мына қалдықтарды мына контейнерге саласыз, мынау зиянды қалдықтарды мына контейнерге саласыз. Онымен жұмыс істегенде мынандай іс-шараларды сақтауыңыз керек. Ең бірінші сіздің қауіпсіздігіңіз деп түсіндіріп оқыту жұмыстарын жүргізу керек. Яғни бұл осы қалдықтарды басқару бағдарламасына сондай-ақ жаңағы айтқан қызметкерлерді оқыту да кіреді. Келесі слайд. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары, енді бұл да заңды
тұрғыдан қойылатын талап. Енді кез келген өндірісті жүзеге асырылған кезде оның құрамында іс-шаралар болады. Яғни ол іс-шаралар қоршаған ортаға тигізетін зиянды төмендетуге бағытталады. Енді мекемеде жалпы 10 миллион, 9 миллион 560 мың теңгені құрайтын 15 іс-шара қарастырылған. Яғни бұл алдағы 10 жыл ішінде жүзеге асырылатын іс-шаралар. Енді әрқайсысын көбірек тоқталмай-ақ қояйын, бірақ ең бірінші іс-шара ол шаңды басу. Жалпы кірпіш өндірісінде шаң көбірек шығатын зат болып табылады. Сол үшін ең маңызды іс-шара шаңды басу шаралары. Жаңағы айтқан атмосфералық ауаның сапасын тексеру, яғни тек қана біз заводтың ішіне ғана жауап бермейміз, оның сыртындағы нысандар зияны жоқ па, соны қадағалап отыруымыз керек. Сондай-ақ енді жаңағы уақытылы қалдықтарды өзге мекемеге өткізу, мекеменің жалпы қоршаған ортаға зиянын болдырмау мақсатындағы осы көптеген іс-шаралар қарастырылған. Көгалдандыру жұмыстары да қарастырылған, қалдықтарды есепке алып отыру, өндірістік экологиялық бақылау бойынша есептер дайындау, жаңағы лабораторияның көмегімен ауа сапасын тексеру қарастырылған. Жалпы енді қысқаша осы жаңа басында атап өттім. Бұл құжаттамалардың барлығы өте үлкен құжаттар, біреуі 80 бет, біреуі 200 бет, біреуі 300 бет деген сияқты. Оның барлығы заң талаптарына сәйкес 30 күн бойы экологиялық портал бар, соған салынды. Тіпті жаңағы Google арқылы кіріп Мырзанұр деп қарасаңыздар, именно осы 4 жаңа атап өткен 4 құжат сіздердің назарларыңызға шығады. Енді қысқаша комментарий, сұрақтарыңыз болса. Осы жаңа сіз мен жасадым деп отырсыз, осының проектісін бәрін өзіңіз жасадыңыз ба? Бізде жалпы мен проект жасаған мекемеде жұмыс жасаймын. Проект жасаған маман қазір онлайн байланыста отыр. Менің әрекетім. Дұрыс. Сосын жаңа айтып отқан қалдық күлдері дедіңіз, 65 тонна тұрмыстық қалдықтар қалынады. Көмірден шыққан күлдер дедіңіз. Одан қалған қалдықтарды апарып өткізеді дедіңіз. Қай апарып өткізеді? Кім алады? Ақбота? Цемент заводтарына, қателеспесем. Күлді, мысалы, цемент заводына Шикізат. бойынша, күлді мүмкін. Ал ұлттық кәдімгі қалдықтарды, ол кәдімгі полигондарды қалдықтарды, өздерінің арнайы лицензиясы бар, организацияларға. Оларға қатысылған. Қанша адам қатысып отыр да қазір? 15 шақты адам қатысып отыр. Жетекшілер ма? Осы 3 жылда шығарылған қанша болып тұр? Осыны есепке алынған ба? Факт бойынша ма? Фактически айтыңыз. Фактически выброс негізі аз болып тұр да бізде. Ол кезде бірақ типа ардақ жұмыс істеген. Қазір бұл неге ауысып тұр ғой? Мырзанұр алда 16 миллион кірпіш шығарады деген немен выбросты мысалы, яғни шығарындыны 233 тонна шығады деп есептеп отыр. 16 миллион кірпіштен. Кәдімгі методика бойынша есептеген бойынша 233 тонна шығып тұр. Сосын сіздер снижение қарастырылған ба? Снижение, были подавления барлығы неге қарастырылған.
экопорталда сұрақтар болса хаттамаға енгізесіз. Қазір сол оқып жүрміз Аха. экопорталымызда. Маржан, сіз орысып жүресіз ба? Так. Бар ма еді сізде? Так, жалпы сутін айтып кете аламын, қысқаша. Жалпы экопорталға онлайн қалдырылған сұрақтардың бірі ол Байтақ партиясынан келіп түсті. Яғни ол жерде енді көп ұзақ жазылған, қысқаша айтқанда ол кісінің Ержан Елубаевич Оразалинов деген кісінің сұрағы, Байтақ партиясының өкілі. Ол жерде енді ол кісінің жазғаны мән мағынасы мынандай. Егер бір заңды тұлғадан келесі заңды тұлғаға өндіріс өтетін жағдайда сіздер жаңа жоба жасамай, оны переоформление, енді қайта рәсімдеу керексіздер деп жазған. Біз ол сұраққа порталға бүгін жауап беретін боламыз. Және де оны хаттамаға енгізетін боламыз. Аха. Мен жауап берейін. Жақсы. Түрде ол қоғамдық тыңдау барысында жаңағы сұрақтар оқылу керек. Барлық мемлекеттік орган моделі, тұлғалар немесе жаңағы порталға салған жаңағы сұрақтар айтылу керек. Мен есім Асем Сағатқызы, осы жобалық ұйымның жоба басқарушысымын, сондықтан осы жөнінде қысқаша жауап берейін. Әрине, жаңа заң кодекс бойынша 21 жыл кодекс бойынша қайтадан переоформление жасалуы мүмкін. Алайда алдыңғы құжатымыз ескі 21 жылға дейінгі кодекс шеңберінде рәсімделген. Сонымен қатар ол жаңағы яғни ИП ардақ қазіргі ардаққа берілген болады. Ал бұл біздің министрліктің жауабы бар, оның бәрі толыққанды әрине хаттамаға қоса береміз. Қазір бұл құжаттар рәсімдеу үшін Маржан, бізге бұның қажеті бар емес, өздеріңізге керек. Жақсы, Рахмет. Жақсы. Ереке отырма деп отырмын. жасап, жаңа кодекс бойынша ресми жауабы Жақсы, рахмет Асим Сағатына. Мына жерде де халық не деп жақсы келісеміз деп айтып жатыр. Протоколға енгізсеңіздер осы айтқан ұсыныстарды деп. Аха. қазір қатысып отырған уәкілетті орган Сіздердің дауыстарыңыз өте жай естіліп тұр, сол үшін ана халық естіп жатқан жоқ. Ол кісіде дауысты бар ғой, шынын айтқанда. Аха. Онлайн қосылып отқан әріптестерде сұрақ жоқ екен. Аха. Онлайн қатысып отқан әріптестерде әзірге сұрақ жоқ. Сұрақ қойды ғой жаңа? Рахметті бастайтарым жоқ енді. Ал енді дұрыс кім қызым Маржан, сіздің неңізді қанықтап дұрыс. Енді ауылдағы мынау енді Нұрлан алға деген жаңағы кісінің айтып отқан жаңағы күлден, шаңнан, неғатында емес. Бұрыннан бастағанда біз енді осы жерден бастағалы бері ардақтың кезінде көрдік. Айналасының барлығы жаңа 50 метр дедіңіз, 100 метр дедіңіз. Кешке жақын өзінің водовозы бар. Мына бала айтады, айтпай деген жігіт. Түнемелік, кешке жақын, күндіз айналдыра жаңа шаң көтерілмесін деп су себеді. Әрі қарай және карьерге дейін су сеуіп отырады. Біз оны көріп жүрміз, халық осы жердің тұрғынымыз ғой. Керемет, өте қуаныштымыз. Одан ар жағына мынадай көп қорша дедіңіз ғой. Талмен қоршап қойған
керемет. Енді мына жаңа бейбіт айтып отыр ғой, мен сол жақтан жасадық та бір ауылға ондай зияны тиіп жатқан жоқ, қайда пайдасы тимесе кіріп салып жатырмыз. Рахмет. Енді әрі қарай жел өзі мына жақтан тұрады ғой негізі. Одан басқа да экологтардың бізге иіс әсер ететіндері бар, енді оны кіріп салыптан әсер етіп жатқан жоқ. Ендігі жер Нұреке, мынау енді ардақтан сіз алып жатсыз, жаңағы кісінің айтып отқан енді бастап жатсыз ғой. Енді бастайтын карьерлеріңізге менің пікірім, ішіне жаңағыдай тастаған ауылдың да атқот-патқоттары сояққа тастайды карьерге шұңқырға. Ал енді сіздер соған иге болып, жаңағы атқот кірпіштердің, күлдердің сыртқа төгіліп жатқан жоқ, өзінің сол карьердің ішіне тастап жатыр. Мына жерде келе жатқанда 14 кірпіш завод болған, барлығын облыс әкімі құртты, бірақ дегенде ішінде мықтылары қалды. Енді жолда келе жатқанда Мұхтар деген жігіт ана жерден, Бақау деген жігіт ана жерден қыш алып жатыр, кесек алып жатыр. Сол кесекке былтырдан бастап уже мынаяғын жауып тастады да сол жерге су айдады. Себебі жаңағы жерге су айдаса дейміз ғой енді. Ана жерге ең болмаса Ақбас, Жантақ, Қамыс шығады. Мына жерде мына Бесарық коровник дейді, сол жерде біраз мал бар, соның малдары сол жерге жайылады. Одан қалды ауылдың жаңағы жылқылары да сол жерден барып жайылып, жаңа жер көгереді. Себеп көгергеннен кейін сіздің жаңағы неңіз, күніңіз, атқот-патқотыңыз қышпайды. Мал жайылады, сонымен ол тегістеледі. Ал енді сіздер оны терең қазған кезде ең кемінде 2 метр, 3 метр топырағын алып жатсыздар. Ана құмға дейін аласың ғой. Оны өзің көріп те жүрген шығарсың. Елдің баласы ол. Біздің енді өтінішіміз, енді сіз жұмысты бастап жатыр екенсіз. Жаңағыдай екі шетін мал үстінде шыға алмай қалды, сол жерге құлап қалды, орда жатты, малымыз қырылып қалды деген ешқандай әңгіме айтып жатқан жоқ. Бірақ соның өзінде алғаннан кейін тайпатып, екі жағын тайпап жүрсең мал шығатын болып, кіретін болып, сосын су айдасаңыз, қасында канал бар, Құдайға шүкір. Содан су толтырып қойсаң, келер бір жыл толтыршы, келер жыл керегі жоқ, уже қарменен, неменен, суменен көгеріп кетеді. Бір жағынан күлдің ішпауына, жаңа атқоттардың кетпеуіне, Ақбас, одан қалды Шеңгел шығады, жеңіл шығады, қайттан теп-тегіс жер болып кететін. Сіз басқа карьер жасайсыз ғой, енді бұл жерден алмайды уже. Мұхтар жұмыс істеген жоқ, дұрыс. Ал енді жаңа кірпіш 16 миллион деп жатсыз ғой, енді ол былтырғы кезде ол кірпіш зауыты құятын. Ол шығатын себебі сырттан біздің ауылдың адамдары онша істей алмады, сырттан келеді ғой. Қарақалпақстаннан келді ғой, сөйтіп істеген кезде шамалы кештеу болды. Енді ауыл түгел жаңа айтқандай, бейбіт айтып отыр ғой, ауылдың барлығына тамсалатындарға арзан бағалармен күштар берілді, онысына мың да рахмет. Содан қалды мына бейбіт басшылық жасағаннан кейін намаз біреу қайтыс болатын болса, соған мың кірпішті алып береді. Сондай тегін беріліп жатады. Айтады, осындай күш береміз. Ол енді басшы семья болсын, қарапайым семья болсын, барлығына мың десек береді, сондай болады. Сіз де соны әрі қарай жалғастырып кетеді деген. Былтыр мен болдым, былтыр берді. Біз енді сені жаңа көріп отырмыз, тоқыда көріп ғой, мына жерде. Сен білесің, айтпай қалған. Былтырдан бастап мен болған, былтыр шамалы 30 шақты адаммен. Енді біз ардақ деген жақсы көреміз. Жақсы білеміз деген ғой. Рахмет, жұмысқа табыс тілейміз. Мен Нұрланға сұрағым бар. Нұрлан, сен кіріп зауыттың бастығысың ғой, бұл ардақтың кезінде мен бір дәлел істегенмін сол кіріп зауыт. Білем ғой? Иә, білесің. Карьер бар емес па? Иә. Карьерге барасың, барған бетте үй батысында карьер дұрыс па? Арасында тегістеп қояды, не қылады. Ал енді ана карьерге отырған топырақ алып бара жатқан машина мусорды тиеп шығады да, әр жағынан ол карьер деген үлкен аумақ қой енді. Ана жерге тастап жатыр, кірпіштің қалдырып, мына жерге тастап жатыр. Соны сен қадағаласаң, әуелі сол бір шұңқыр толтырмасақ. Көрдің бе? Барсаң, көресің. Ол жаққа ардақ барған да емес, өзің көрдің бе ол жаққа көрмесің? Иә, көрдім. Ана жерде КамАЗ тас, қыш, мына да қышың өзі ойша елге қоймайды ғой енді анамын олай. Олмен биыл жұмыс қыламын сол карьерді. Сол карьерді сосын ауылдың водительдеріне де айтып қойсаңыздар, әр жерге төге бермей, өзімді контроль жасап отырармын деп. Иә, контроль жасасаң. Бір жерге үйіп, бір жерге бейбіт болмаса. Қордан шыққан навоз енді. Иә, сол онда төге басын дұрыс енді, төккен дұрыс қой, бірақ бір шұңқыр толтырмаса. Соны айтамын, иә, сол.
сол кісілерге ескертіп қойсаңыздар әзірлікте көрмесін. Білемін да бәрін. Біліміміз бар ғой. Мен мына о шопырлар айтпайсың, енді әжеге төкпей бір жерге төксеңдерші деймін ғой. өзінің қараманды бар ғой шоғыр. Біздің ауылдың өзіміздің мусор төгетін жеріміз бар ғой. Біздің карьеріміз өзіміздің Сол басқа жоқ енді. Ол да карьеріміз Қоршалған. қоршалған бар. кіреберісте ақпарат қасындағы сайға төгіп жатсыздар ма? иә соның ішіне барып төгіп жатыр ғой. Кайрелдің бәрі салып кетті ғой. Сайында бірталай топырақ бар ғой, енді аласың мүмкін. Уақытын алмайды енді. Doğru аяқ. Бір ауыздан Жұмысылап тұр. Ары қарай бірге жұмыс істеуге, белгілі жұмыс істеуге. Кәсібіңе береке берсін. Абин айтқандарыңыз рахмет көп. Елде болғанына қуанамыз иә. қоғамдық тыңдауды жабықтырып жариялаймыз. Рахмет, келіп қатысқандарыңызға. Сіздерге рахмет. өтті деп есептеуіміз, иә. Жаңағы айтқан ұсыныстарыңыз қабылданатын болады. Жаңағы күлді тұрмыстық қалдықтар өткізілетін мекемелермен шарт жасатып, сонымен жаңағы ешқандай жерге шашпай, төкпей, сол мекемелерде именно полигондар бар ғой, өзі сол қалдықтар жинайтын жерлерге апарып өткізілетін болады. Бір жерге жинап апарады. Ана дәу камера істеп тұр ма? Қайда? Іштегі. Осымен қоғамдық тыңдау өтті деп есептеледі. Рахмет. Рахмет қатысқаныңызға. Ал бірінші шарт